12 шілде барша қала тұрғындары үшін айтулы күн. Еліміздің солтүстік қақпасы аталып кеткен Петропавл қаласы бұл күні 263 жылдығын атап өтті. Алғашқылардың бірі болып барша жұртты қала әкімі Марат Тасмағамбетов құттықтады. Біздің қаламызда тарихи маңызы зор көркем қала. Ол әдет ғұрыпты сақтап, рухани байлыққа, ризашылыққа жетелген қала. Сондықтан да бүгінгі қала мерекесін барлық тұрғындар үшін мағынасы зор. Әсіресе жастарды рухани тәрбиелеуге, олардың ой санасын дамытуға әсері ерекше. Петропавлдың күн сайын даму барлығымызды қуантады. Ол көркейіп келе жатқан нұрлы қала. Бұл күні шаһар басшысы Петропавл қаласының дамуына жан-жақты үлесін қосқан бірқатар азаматтарға алғыс хат табыстады. Көңіл күйіміз жақсы. Бүгінгі мерекелік күнінде марапатқа ие болып жатқанымызға өте қуаныштымын. Петропавл қаласының мерейлі тойын атап өту үшін орталық алаңға жиналған қауымда шек болмады. Бірі ән айтып би билесе, енді бірі сүйікті қаламызға жылы лебіздерін жаудырып жатты. Қала күні бәрімізге құтты болсын, баршамызға денсаулық, ғұмырларыңыз ұзақ болып, осы қаламыз әр жыл сайын гүлдене берсін. Қала күнімен құттықтаймын. Қаламыз көркейе берсін, аспанымыз ашық болып, бейбітшілік тілемелі. Всем петропавловцам шлем искренний сердечный привет. Поздравляем с Домом города, здоровья, любви, дружбы, всяческих успехов в семье, любви. Мерекелік тойлау ары қарай Петропавл достарын қарсалады атты концертпен жалғасты. Жиналған қауым алдында өз өнерлерін көрші Ресейдің Омбы қаласынан келген өнер ұжымдары көрсетті. Қызылжар күніменен барлық осы қызылжарлықтарды құттықтаймын. Алла тағала денсаулық, барлығына ашық аспан осындай. Осы жасай берсін, тойлай берейік деп тілеймін.